Сәлеметсіздер ме? Қазір сіздермен Демидович есептер жинағында 42-ші есепті шығаратын боламыз. Жалпы бізге мына берілген тізбектердің ақырсыз аз екендігін анықтама бойынша дәлелдейтін боламыз. Олай болса бірінші бастайық. Ол анықтамамыз қандай еді? Кез келген эпсилон оң сан үшін табылады n эпсилон. Және де кез келген n үлкен n эпсилон үшін бізде қандай теңсіздік орындалу керек еді? xn азайтылған a, бірақ енді бізде a-ның орнында 0 тұр. Сонда xn кіші эпсилон деген мына бір теңсіздікті шығарады екенбіз. Сонымен модульдің ішіндегі xn-ді жазайық. Модуль xn дегеніміз сонда модуль минус 1-дің n қосу 1 дәрежесі. Қазір мына жерге симай қалды бұл. Мұнда жазайық. Міне минус 1-дің n қосу 1 дәрежесі бөлінген n деп. Сонымен бұны көріп отырғандарыңыздай бұл кіші немесе тең 1 бөлінген n. Жалпы бізде n дейтініміз бұл не еді? n дегеніміз натурал сан екен. Сонымен xn дегеніміз модулі бойынша неден? Эпсилоннан кіші болсын дейді. Сонда бұны эпсилоннан кіші дейік. Ал енді бұл теңсіздікте біз пропорция жасай берсек болады. Яғни бізде n тек қана оң сан ғой. Сонда n үлкен 1 бөлу эпсилон екен. Сонымен көріп отырғандарыңыздай міне кез келген n эпсилоннан артық болсын дейді. Сонда 1 бөлу эпсилон деп отырғанымыз бізде n эпсилонның рөлін атқарады екен. Сонда n эпсилон дегеніміз 1 бөлу эпсилонға тең болды. Ал енді келесі тура осындай кез келген эпсилон оң сан үшін деп жазайық. Міне кез келген эпсилон оң сан үшін табылады n эпсилон. Кез келген n үлкен n эпсилон үшін xn кіші эпсилон болу керек екен модулі бойынша. Ал енді бұны бастамас бұрын біз ең бірінші мына тұрған модульдің ішіне былай жазайық. 2 бөлінген мұнда n куб қосу 1. Бұны мен эпсилоннан кіші деп 1-ден 3-ші дәрежелі теңсіздік шығарсам болады, бірақ ол тиімсіз. Сондықтан біз қазір бағалау әдісін қолданамыз. n куб плюс 1 және n куб салыстырайық. Сол жақ үлкен екен. Ал енді керісінше n куб қосылған 1 бөлінген n куб плюс 1 және 1 бөлінген n кубты салыстырсақ, онда оң жақ үлкен екен. Сонда мен осы теңсіздіктің екі жағында 2n-ға көбейтсем, сонда 2n бөлінген n-нің кубы қосу 1 кіші 2n бөлінген n куб. Сонда бұл 2 бөлінген n квадратқа тең екен. Сонымен көріп отырғандарыңыздай модульдің ішінде 2n бөлінген n куб қосылған 1. Бұл кіші 2 бөлінген n квадрат екен. Ал ол кіші эпсилон дейміз. Сонымен енді осы жерден біз n квадратқа қатысты теңсіздік шығаратын болсақ, сонда бізде мынадай теңсіздік шығады екен, оны мына жерге жалғастырайық. n квадрат артық 2 бөлінген эпсилон. Екі жағында түбірге аламыз, сонда n үлкен түбір асты 2 бөлінген эпсилон деген шығады. Негізі бұл жерде түбірге алған кезде модуль шығады ғой, бірақ бізде n деген тек қана натурал сан болатын жағдайын қарастырып, онда біз тек қана мына оң жағдаймен ашамыз. Натурал сандарды оң деп қарастырамыз ғой. Сонымен көріп отырғандарыңыздай n эпсилон табылды. Сонда n эпсилон деп отырғанымыз бұл түбір асты 2 бөлінген эпсилонға тең екен. Ал енді келесі есепке келейік. Міне, мына берілген есептер, яғни v және g пункттері. Сонымен бірінші v пунктінен бастайтын болсақ, модуль xn кіші эпсилон деген теңсіздікті шешуден бастайық. Сонымен енді 1 бөлінген n факториал. Бұл жалпы көріп отырғандарыңыздай, бұл неден кіші болады? 1 бөлінген n квадрат дей салсам болады. 1 бөлінген n-нің кубы деп жазсам болады. 1 бөлінген n-нің 3 дәрежесі деп жазуға болады. Сол сияқты онда мен ең жақсы бағалау ретінде 1 бөлінген n квадратты ала салайын. Сонымен енді осы модульдің ішіндегі xn ол 1 бөлу n квадраттан кіші, ал ол кіші эпсилон дейміз. Сонымен n квадрат үлкен 1 бөлінген эпсилон екен. Жалпы бұл жерде көріп отырғандарыңыздай кез келген эпсилон оң сан үшін табылады. Мына жерге бірден жазып кете салайық. Табылады қандай бір n эпсилон деген формула, сосын кез келген n артық осы n эпсилон үшін модульдің ішіндегі xn кіші болу керек эпсилоннан. Міне бұл бізде ақырсыз аз екендігінің дәлелдеуі анықтама арқылы. Енді осының екі жағында түбірге алайық. Сонда бізде n модуль n ол үлкен 1 бөлінген түбір асты эпсилон деген шығады. Жалпы сіздер бұны қазір ашатын болсаңыздар, бұл қалай ашылатын еді? Бірігу n артық 1 бөлінген түбір асты эпсилон және n кіші минус 1 бөлінген түбір асты эпсилон деп. Жалпы бізде бұл аралықта натурал сан жоқ, сондықтан бұл жағдайын мүлдем қарастырмаймыз. Сонда бізде бұдан тек қана бір ғана жағдай шығады екен. Соны
Мен бірден жазып кете салайын, иә, мұнда n артық 1 бөлінген түбір астындағы эпсилон екен. Сонымен табылды n эпсилон, бұл дегеніміз 1 бөлінген түбір асты эпсилонға тең екен. Ал енді келесі г пунктіне келейік. Г пунктіне келетін болсақ, онда бірден модульдің ішіндегі xn, бұл дегеніміз неге тең? Модульдің ішінде минус 1-дің n дәрежесі көбейтілген 0,1999-дің n дәрежесі, ал ол кіші немесе тең, жоғарыдан бағалайтын болсақ 0,1999-дің n дәрежесі. Ал енді бұдан көріп отырғандарыңыздай осы жазылған өрнек эпсилоннан кіші болу керек еді. Енді онда мен бұл теңсіздіктің екі жағында логарифм деймін. Сонда бізде n және логарифм 0,1999-дан эпсилон. Теңсіздік таңбасы ауысады екен. Себебі негізі бірден кіші болып тұр. Сонымен көріп отырғандарыңыздай міне n эпсилонды тауып бердік. n эпсилон дегеніміз логарифм 0,1999-дан эпсилонға тең екен. Сонымен көріп отырғандарыңыздай осы 42-ші есептегі барлық пункттерді аяқтадық. Яғни бұл жерде берілген тізбектердің ақырсыз аз екендігін осы эпсилон және n эпсилон тілінде анықтама арқылы жазып беру керек болған.